Бүгінгі күнде медициналық саласында қызметкерлерге қатысты мәселелер өте көп. Бірақ оның ішіндегі атап өтіп кететінім ол санитарлар. Санитарка деген сөзі қызметті естігенде көбінесе еден жуу менен шаң сүртуге ғана шектеліп қалады деп ойлайды. Бірақ ол кісілердің атқарып отыратын қызметі өте көп. Мысалы, әсіресе операциялық блокта жұмыс жасайтын санитаркалар. Операция жасап біткеннен кейін операцияның соңындағы қалдықтарды, адамның ампутацияланған бөлшектерін орап тиісті қызметке Б санаттағы қоқыс ретінде тапсыратын осы санитаркалар болып табылады. Екіншіден, радиациялық құрылғыларды қолданған кездегі санитаркаларда қызмет атқарады. Бірақ бүгінгі күнге дейін осы психоэмоционалдық түрдегі төленетін ақы тек қана дәрігерлерге, медбикелерге ғана төленеді, санитарларға төленбейді. Екіншісі, осы хоспис, Алла сақтасын, хоспистегі санитарлардың атқарып отырған қызметтері бұл тек қана еден жуып, шаң сүрту ғана емес, одан баса науқастарды тұрғызу, киіндіру, жуу, тамақ, сусын ішкізу, ер адамдардың сақалын қыру, төсек тартып жатқан адамдардың тісін жуу, дәретханаға пайдалануға қолдану, күту сияқты көптеген қызметтер осы санитаркалардың мойнында. Бірақ бүгінгі дейін ол кісілердің алатын жалақысы өте төмен. Психдиспансердегі, тубдиспансердегі санитаркалардың атқарып отырған қызметін айтпаса да болады. Бірақ бүгінгі күнге алатын жалақылары 90 мың теңге. Қосымша ауылдық коэффициент, жаңағы психоэмоционалдық коэффициент ешқайсы санитарларға төленбейді. Екіншісі, 24 жылдың 1 қаңтарынан жалақысы көтеріледі деді. Бірақ 3 мың мен 6 мың теңге аралығында көтерілген, бүгінгі күнге дейін ол кісілерге қаражат төленбеген. Енді қаражаты төмен азаматтардың көңіл күйі қандай болуы мүмкін? Сол себептен осы елімізде 72 мың санитардың бүгінгі күнге 5 мыңға жуық санитаркалар жетпейді. Неге? Өйткені олардың жалақысы өте аз. Осыларды ескере отырып, мысалы Германияда осындай санитаркалар біріншіден олар медицина қызметкерінің көмекшісі, ассистент деп аталады, және де олардың қаражаты 2600 евроға дейін барады. Бүгін бізде Қазақстанда 90 мың теңге. Қазақстан менен Германияның бюджетін салыстыруға келмейді. Дей тұрғанменен осыларға сәйкес келесі ұсыныстарды ұсынамыз. Осы қызметкерлерге жалақысы кем дегенде 2 есе көтерілсін, жылына 1 рет санаториялық, профилакториялық жолдама берілсін, және де пәтер алу үшін жалақысын 2 есе